Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Көңіл күйлеріңіз жақсы болса, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз судың да сұрауы бар. Нағыз адам шығармасы. Бүгінгі сабағымызда кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен дәлелдер келтіріп бағалаймыз. Ал ондай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбақтың шешуін тауып көрейікші, кәнекей. Жылт-жылт етеді, жылғалардан өтеді. Сылқ-сылқ күледі, аяғы жоқ жүреді. Кәне балалар, ойланамыз кішкене. Жарайсыңдар, керемет. Яғни, осы жұмбақтың шешуі су екен, өте жақсы. Ал ондай болса балалар, су туралы 10 қызықты мәліметті осы бейнебаяннан тамашалап мұқият көреміз. Тіршілік иелерінің ағзасында су 3-2% құрайды екен. Мысалы, адамзат 86% судан тұрады. Ал балықтардың 75%, ал қияр мен қарқыздың 95% астан судан тұрады екен. Су туралы тәжірибелер өте көп кездеседі. Жаңағы бейнероликте қайнатылған суды алып далаға шашқан кез. Ол кездері дала қыс айы болып жатырды. Негізі дәрігерлер салқын суды бүйрекке көп күш түсіретінін айтты. Суды көтеріп, сіміріп басталғанша біртіндеп жұтқан пайдалы. Қалай ойлайсыз, үйдегі келіп тұрған құбырдағы суды ішуге бола ма? Оның құрамында хлор бар, ағзаға зиян екенін ескере білу керек. Ал өзен суын неге ішуге болмайды дейміз? Өйткені оның таза болуына кепілдік жоқ. Оның лас болуы әбден мүмкін. Мысалы, жер шарында 4-тен 3 бөлігі судан құралған. Жер шарының 3% тұщы су. Ал ащы су болса 97%-ын алып жатыр. Ал оқушылар, осы бейнебаяннан көргендеріндей, судың қандай қасиеттерін байқадыңыздар? Кәнекей, ойланайықшы. Су бұл өте тазалайды. Еріткіш қасиеті бар екен, жарайсыңдар. Өте мөлдір екен. Түссіз және де иісі болмайды екен, иә? Және оны біз не істейміз? Ішу ретінде қолданады екенбіз. Жарайсыңдар. Бейнебаяннан көргеніміздей балалар, дұрыс-бұрыс әдісі бойынша пікір білдіреміз. Кітабымыздың 111 бетінден бірінші тапсырмаға қараймыз. Судың да сұрауы бар. Балалар, ойланайықшы, дұрыс па, бұрыс па? Кәнекей балалар, дұрыс. Жауаптарың өте дұрыс. Келесі, суды ластау. Дұрыс па екен, бұрыс па екен? Ойланып көрейік. Бұрыс. Мінекей балалар, осы тапсырманы осы бағытта ары қарай жалғастырып, тапсырмамызды орындай береміз. Бүгінгі шығармамыздың нағыз адам тақырыбындағы шығарманың авторы Василий Сухомлинский. Осы кісінің өмір баяны жөнінде кішкене болса да мағлұмат алайық. Туған жылы 1918 жылы 28 қыркүйекте. Туған жері Херсон губерниясы, Александр уезі. Бітірген оқу орны Полтава педагогикалық университеті. Шығармалары ұлыма хат, ата-аналар педагогикасы және де нағыз адам шығармасы. Нағыз адам шығармасын назар қойып тыңдаймыз. Қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдық басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылар мен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып су ішеді, атайға алғыстарын жаудырады. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп, шелек терең құдық түбінде қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді. Арбадағы сабанның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып, әрі қарай жүріп кетті. Бұл не қылған адам? Деп сұрады немересі атасынан. Бұл адам емес. Деді атасы.
Түске таман Атайдың үйі тұсынан екінші жолаушы өтіп бара жатты. Ол арбасындағы сабанның астынан шелегін алып арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қалғанша ішіп Атай мен немересінің де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. Бұл не қылған адам, ата? Деп сұрады немересі атасынан. Бұны да әлі адам деуге болмайды, деді атасы. Кешке қарай Атай үйінің маңына тағы бір кісі тоқтады. Ол арбасынан шелегін алып, арқанға байлады. Су тартып, сусынын қандырды. Содан соң алғысын айтып, жүріп кетті. Ал шелегі құдық басында арқанға байланған қалпында қала берді. Бұл қандай адам? Деп сұрады немересі. Міне, бұл нағыз адамның өзі. Деп жауап берді атасы. Шығарманы тыңдап болсаңыздар, бірнеше сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: бірінші жолаушының қателігі неде? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бірінші жолаушының қателігі үлкен қарт кісіге жәрдем көрсетіп, көмек қылмағандығы. Ал енді екінші сұрағымызға көшейік. Үшінші жолаушының іс-әрекетімен келісесіздер ме? Жарайсыңдар. Дұрыс. Яғни үшінші жолаушы бұл жерде өте жақсы іс-әрекетін жасады. Ол үлкен кісіге көмегін тигізіп, қамқорлық жасап, өз жәрдемін көрсетті. Ал ондай болса, үшінші сұрағымызға көшейік. Осы шығармадан қандай ой түйдіңіздер? Жарайсыздар. Яғни үлкен кісілерді әрдайым құрметтеп, өзіңнің бойыңдағы жақсы қасиеттеріңмен, жақсы мінезіңмен жақсылық жасап жүру керек екен. Ал балалар, әдебиет латосы арқылы біз өзіміздің осы шығармадан түйген ойымызды білдіреміз. Яғни біз кейіпкерлерді салыстыра отырып, оларды сипаттап береміз. Бірінші жолаушы, екінші жолаушы және үшінші жолаушы. Бұлардың бойындағы әрқайсының қасиеттері өзіне тән ерекшеліктері болды. Ал ондай болса балалар, бірінші жолаушының мінезін сипаттап беріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Ол бірінші жолаушы өте мейірімсіз, қызғаншақ болды, өте жақсы. Екінші жолаушы қандай болды? Өзімшіл, үлкенді сыйламайтын. Өте жақсы, дұрыс жауаптарың. Енді үшінші жолаушыны айтамыз. Кәнекей, сипаттап береміз. Үшінші жолаушы өте мейірімді, қарапайым, қамқор, кішіпейіл, яғни үлкенді сыйлай білетін адам болды. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарың өте тиянақты болды. Осы тапсырмалардан түсінбеген сұрақтарыңыз болса, өз ұстаздарыңызға жолдауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.